Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай және құрамы аз ғана заттан тұратын өте жеңіл салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Және бұл салат әсіресе арықтағысы келіп жүрген қыз-келіншектерге нағыз керек таптырмас салаттың рецептісі болмақ. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бұл салатты дайындау үшін бізге капуста қажет. Осы капустамызды жіңішке ұзынша етіп кесеміз. Оның үстіне шым-шым тұз саламыз да. Капустамыз жұмсарғанша жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Одан кейін үстіне салат жапырағын тураймыз. Егер үйде салат жапырағы бар болса қоссаңыздар болады. Бірақ бұл салатқа салат жапырағын қосу міндетті емес. Алдын ала піскен қызылшамызды турап аламыз. Кез келген формада өзіңізге қалай ыңғайлы солай кесіп турасаңыздар болады. Үйдегі аскөктерімізді қолданамыз. Мен укроп пен көк пиязды қолдандым. Кез келген аскөк түрін қолдансаңыздар болады. Одан кейін тұздалған қиярымызды кесіп турап салатын боламыз. Бұл салатқа ішіне қосатын заттардың барлығын аз мөлшерде, осылай бір штуктан қолдансаңыздар да болады, немесе көп мөлшерде қолданып жасасаңыздар да болады. Үстіне бұрыш себеміз, қайтадан тұз салмаймыз, себебі біз бастапқы кезде капустамызға тұзды жақсылап сіңдіріп алдық. Сол үшін тұз қосудың қажеті жоқ. Тек бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін үстіне сұйық май қосатын боламыз. Егер сіздерде зәйтүн майы бар болса, зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Мінекей барлығын жақсылап араластырдық. Дайын болған салатымызды біраз уақытқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, салаттарыңыздың түсі өте әдемі болып шығатын болады. Яғни біздің қызылшамыз барлығына сіңіп жақсы түсін беретін болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ас болсын!